Жолдасымның ата-анасы оның үйін алып қойды. Үйден шығыңдар деп далада қалдық. Әлі күнге дейін ренжейім бар. Қалай жіберсем болады? Жібермей қой. Жүре бер сен. Жібермей көтеріп жүре бер. Ол ауыр салмақ. Сасық боқ. Сен өзің еріңе салып көтеріп жүрсең, енді біз не істейміз? Қой десе қоймайсың. Таста десек тастамайсың. Енді алып жүре бер өзіңе. Өзіңе приятный болса, ол ішіңе жиналады. Ішіңе жиналады, тамақ қорытылмайды. Ішіңе жиналады, зәрге шығамайсың. Түптің-түбінде ауру болып тынасың, мочекаменный болезньнен басталып, содан ары қарай бүкіл ауруды көтересің. Не деп айтайын? Түзу көңіл қисық сөзге мән бермейді. Түзу көңіл. Болды, баяғыда кім кімге істемеді? Кім не айтпады, кім не істемеді? Школада неше түрлі сен туралы өсек айтты, шыдадың ғой. Енді күйеуіңе келген кезде тәкаппарлығын көрсетпей қой. Просто сіздің күйеуіңіздің тарапына олай істеп атқаның, күйеуіңе кішкене сен өктемдігің бар. Күйеуіңе сенің команда жүргізгің келеді. Менің айтқаным болу керек деп. Содан күйеуіңіз сіздің айтқаныңызбен жүрмеген үшін сізде ата-анасынан бұрын күйеуіңе ренішің бар. Просто мойындағың келмейді. Ол баланы қай жасынан бастап мешітке ұстаздарға шәкірт етіп апаруға болады? Баланың нөмір бірінші ұстазы сізсіз, Айдана ханым. Молда емес, ата-ана ұстаз болады. Сіздер ұстазсыздар. Сіздер ұстаз болыңыздар. Балаларыңызға өздеріңіз үлгі болыңыздар. Балаларыңызға өздеріңіз ауыздағы сөзіңізден өтірік шықпасын. Аузыңыздан боғауыз шықпасын. Ұстаз молда тәрбиелеуге міндетті емес. Сауабыңыздың бәрін молда алып болмасын. Сіз алыңыз. Өз балаңыз, мысалы ойлашы, Фатиха сүресін молда жаттатса балаңа, өле-өлгенше балаң Фатиха сүре оқиды. Сонда бүкіл Фатиханың сауабы молдаға кетіп қалса, сіз қайда қаласыз? Сіз білебіне салу керек шығарсыз? Жо дүниеге келтіргеніңіз ғана ма? Сондықтан сауабыңыз молдаға беріп қоймаңыздар. Қызғаншақ болыңыз, өзіңіз алыңыз. Сіздің балаңыз, сіз өмір арнағасыз, сіз өліп талып жұмыс істеп жатсыз сол үшін. Бараттан молда алып алады сауабын. Жоқ, сен үйрет. Сен жаттатқыз. Сен жатта, содан кейін балаңа жаттатқыз. Сол болсын. Содан кейін өтірік айтпаңыз. Өтірік айтпау қасиеті. Ақ киім киіңіз. Балаға ақшыл киім кигізіңіз. Ақ деген не үшін аппақ? Новый емес. Жуып кисін, таза кисін. Әрбір жеріне даққа түсірмейді сонда. Мынау не деңіз? Баланы ұлды да қызды да таза қылып үйретіңіз. Алған қаламды орнына қойып үйретіңіз. Сабынды жуды ма, сабынды өз орнына қойып үйретіңіз. Тақақтап жанын шығарыңыз. Кішкентай қызыңыз кішкентай кезінде тұрсүйген бір жаққа, носкиін бір жаққа тастатқызбаңыз. Орнына қойыңыз. Балам бай болсын дейсіз ба? Осыдан байлық басталады. Балам успешный болсын дейсіз ба? Қызым жақсы жерге байға тиіп тұрақты болып қалсын дейсіз ба? Тазалығы зор болсын. Ең жақсы қызға үйленгім келеді деп балалар менен сұрағанда, таза қыздарға үйленіңіздер деймін. Оранып алған, иншалла, машалла деп сөйлей беретін емес, кәдімгі таза қыздар. Салақта олақтан салақ жаман дейді. Салақ болып үйі бычыт шығып атса, оның машалласына не пайда? Аузына ақ ит кіріп, көк ит шығып, оның орамал тағып алса, нөміріңді айт жалмауыз десе, не пайда оның машалласынан? Қалай ойлайсыздар? Сондықтан тазалығы, имандылығы, ең бірінші қызға керек тазалық. Қызға емес, ұлға да керек тазалық. Ең болмаса, келінің салақ болса, өзің балаң салақ болмасын. Сізде жоқ па соны балаға кіргізіңіз. Мен таяқ жедім енемнен. Не үшін? Таза болмаған үшін сөйледі саған. Ең болмаса, менің қызым соны естімесін. Сенде жоқ болса, үйрет. Содан баладан өзің үйренесің. Тұрмысқа шыға алмай жүрмін. Тап-таза бол, сестренкам. Ана әдемі киім киіп помада емес, тап-таза болған қыз күйеуге шығады. Гарантия шығасың. Шыққанда шығасың, жаңағы, суперна шығасың. Князь Монакоға шығасың шыққанда да. Қазір кімдер өзі? Шапырашты ма? Қай ру қазір авторитет? Сол руға шығасың шыққанда да. Бәріміз қараймыз алып, отырып қалды деп сондық шығып кетті мынау. Дейміз. Сен тап-таза болсаң, ажырасып саған үйленеді бәрі. Сен таза бола бер, болды. Құдай береді саған. Өзің әдемі киім киіп аласың, салақсың. Қандай пайда? Таза бол. Таза болсаң, қызың бақытты болады, сөзсіз. Көресіз, рахмет айтасыз. Күйеуге шыққанда күйеуінен рахмет аласың. Күйеу балаң рахмет айтады, осылай қыз тәрбиелегеніне дейді. Қағып, сілкіп, жуып, үтіктеп, мен салақ па, салақ емес пе, мешітке киім әкеп бергендерден білемін. Кейбір әйелдер баласының киімін әкеп береді, жуып, үтіктеп, бір-біріне қаптап, кигізіп, как положено, сөйтіп әкеп береді. Айналып кетейін, қандай Құдай бәулет берген адам. Міне солар байиды. 37-те дейді, ойбай, классына шығасың. Супер шығып бересің сен. Таза бола берші көресің. Әйтеуір пенсияға шыққанша шығасың, гарантия берем.
Күтіп отыра бер. Сен де сарғайып отыра берме енді. Айт. Ырбиып жүре берейік деп көшеде жүре бермесен. Айт, мен 37-тем де. Айт, мен мүшелдемін де. Все, маған срочно шығу керек де. Сен мен жүріп гүл алып, паркқа барып жүре алмаймын де. Салмағым осы де, 65 килограмм. Скоро азайын деп отырмын, 60-қа түсем сен үшін де. Ал мен де. Саған мынандай қатын болам де. Ырбиып отырсаң 40-қа келесің. Уже шашылғапты өзі. Сондықтан кішкене. Айт. Ырбиып жүре бермесен де. Такой болса, мынандай болса, енді не выбирай. Күйеуге шыққың келе ме? Не выбирай. Болды, сен көзін жұмып кете бер. Көзің қарайып тұр сенің. Кете бер жаным. Күтіп отыра берме енді. Енді 3 жыл қалды. Фитилің жан өшейін деп тұр. Өшейін деп тұр. Айтып жатсың ба қарындасым? Молодец. Айт. Реально айт. Мен сенімен жүрмеймін де. Маған жүріп, маған гүл көре жоқ та. Тазамын, 53-ке келдім. Шанс бар әлі. Әлі 7 жыл бар сізге. 60-ға келген шығасың, бір пенсионер атамыз құда қаласа алады сен. Гарантия. Кішкене шыдай тұр. Туысқандарым өз балалары менің қызыма қаратқанды жақсы көреді дейді. Балаларды жақсы көрем дейді, бірақ қызымды аяймын, шаршайды деп дейді. Қызың жақсы не қылады? Еңбекқор болып өседі. Бала қарауды үйренеді, жақсы болады. Ағайынның туысқандарының үйіне баланы жіберіп жұмыс істегеннен, кейде мектепті барып сыпырғаннан балаңыз құл болып қалмайды. Бүйтіп мұрнын кетірейе бермеңіздер. Балаңыз кішкене еңбектеніп үйренсін, аяқ киімді көтеріп үйренсін, біреудің қызметін жасап үйренсе, бала жаман болмайды. Жаздың күні қазір каникулда балаларыңыз телефон чұқып жатыр көбіңіздің. Не оқуға бермейсіздер, подкурсқа бармайды, оқыдым болды дейді. Не мешіттерге бермейсің, екі ортада сорын тартасың. Сондықтан ең дұрысы балаларды жұмысқа, қызметке баулыңыздар. Одан ештеңе болмайды, мәселе ақша табуында емес. Ақша тапса да жаман емес. Официант болып жұмыс істесін, барып 2 ай 1 ай барып жұмыс істесе жақсы болады. Сол кішкене ерте тұрып, кеш жатып, сөйтіп. И так телефонменен отыруға мұрын шығып, дұрыс болады.